Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін көпшіліктің сүйікті салаттарының бірі оливье салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен картоп және сәбізіміздің сыртын жақсылап тазалап, жуып аламыз. Шұңғы кастрөлімізге су құйып, үстіне көкөністерімізді салып, барлығын орташадан сәл жоғары отта пісіріп алатын боламыз. Міне суымыз қайнады, дәміне қарай тұзын салып, жұмыртқамызды салып, барлығын толық пісіріп аламыз. Көкөністеріміз піскеннен кейін қабығын ашып, тазалап, осылай кубик ретінде барлығын турап шығамыз. Салатымызға қажетті заттардың мөлшерін өздеріңіз қалағандарыңызша қоссаңыздар болады. Мен өз нұсқамды төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Сонымен қатар менің каналымда түрлі салаттардың рецептісі бар. Оны каналға кіріп қарасаңыздар болады, немесе видеоның соңында сіздерге сілтеме қалдырып кететін боламын. Бұл салаттың құрамындағы колбасаны немесе бешбармақтың етімен алмастырсаңыз болады. Менің жағдайымда вареный халал колбаса болды. Міне кастрөлімізге дайын болған ингредиенттеріміздің барлығын салып, тұзын сеуіп, майонез салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыздың ортасына стакан қойып, әдемілеп салып шықтым. Міне біздің салатымыз дайын болды. Менімен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.